Саламатсыздар ма? Шоқан Байлиханов атындағы химия пәнінің мұғалімі Хаджитов Асхат. Біздің лайфхакымыз биорганикалық химияда есептерді шығарудың тиімді тәсілдері. Яғни есептің шартына мән беретін болсақ, 38,8 грамм мырыш сульфидін жағуға қанша көлем қалыпты жағдайда оттек жұмсалады. Яғни мырыш сульфидінің алдымен бізге реакциясы қажет болады. Мырыш сульфидін жағу, яғни оттек қосу арқылы мырыш сульфиді және күкірт ортақтегі түзіледі. Енді бізге беріліп тұрған мырыш сульфидінің массасын оның үстіне қоямыз, және бізге қажетті болған оттектің көлемі X литр. Ал біз мырыш сульфидінің салыстырмалы молекулалық массасын есептеген кезде 97 грамм болады, 12 көбейтсек 194 грамм болады. Енді бізде оттектің көлемі қалыпты жағдайда 22,4 литр болмай, егер оны 3 көбейтетін болсақ 67,2. Яғни бұл жерде біз пропорциямыз дайын. Біз яғни 38,8 граммды 67,2 литрге жылдам көбейтіп, және оны 194 грамм мырыш сульфидінің молекулалық массасынан бөліп, тікелей 13,144 деген санды шығарып аламыз. Енді бізде бұның тиімді тәсілі пропорцияны жазатын болсақ, 38,8 грамм бізде мырыш сульфиді X литр оттек, бұл жерде 194 грамм мырыш сульфидінің 67,2 литр оттек қажет болады. Енді бұл жерде X-ті бірден жазуға болады, яғни 194 деген санның 2 есесі 388 болады. Көбейтіп көрсек. Яғни көбейту 2 және бөлінген 10. Бөлінген 10 болған кезде, қараңыздар, 194-тің 2 есесі 388, оны 10-ға бөлсек 38,8 грамм болады. Пропорцияның заңдылығы бойынша екі жақта бірдей болу керек, яғни 67,2-ні біз алдымен 2-ге көбейтеміз және 10-ға бөлеміз. 67,2-ні 2-ге көбейтсек, 2-2-міз 4, 2-7-міз 14, 67,2-ні 2-ге көбейтсек, 2-2-міз 4, 2-7-міз 14, бір ойда, 2-6-мыз 12, ойдағымен 13. Яғни оны тағы да 10-ға бөлетін болсақ, бізде бір үтір бар екен мына жерде, 144-те 4 болады 2-ге көбейткен кезде, ал 10-ға бөлетін болсақ, ол 13-те 44 литр шығады. Яғни бар жоғы бұны істеуге, мысалға 194-38-де 8 шығуына 2 қадам 1-2 секунд, және мына жерде 1-2 секунд, және көбейтуге бар жоғы тағы да бірнеше секунд ішінде 13,144 литр оттекті есептеп шығуға болады екен.